өмірін алып қалған. Жүректен ауыратын адамды почти өліп жатқан жерден айтор етіп жеткізген. Соны айтты да. Жақсы кісі екен, семьясы, келіншегі де прям ақсүйек. 6 қызы бар, 6 қыздан кейін ұл туған. Құдалары келді олардың. Құдалары келіп, үлкен 90-дағы кісі деген сол құдалары келді. Жоқ, жап-жаңа келді олар, жап-жаңа келгенсіз. Сіздің алдыңызда олар осы апта шығады, сіздердің передача, кстати, 2 аптадан кейін шығады. Бізде через 2 апта сайын кісілер шығады қазір бірінші. Ораза не деп айтпай-ақ қойыңыздар, так что да, кішкене жаңа ана кісілер енді оған нетті, сіздер уже, потому что жазда да қайталанады да, бұл передачалар қайталанатын болғасын, осы күнге особо нетпеу керек та, кейбіреу жаңа 9 май, 10 май деп кетті да. Тұрма прям. Анау енді жаңағы 70-ке жақындағанда телестудияға келіп отыр екенбіз. Мына өзі не? Мен айтам, осы адамдарға да неткенде бұл семейный ертең архивқа қазіргі кезде психологтар бәрі айтады ғой. Ата-бабаларыңыздың нелерін балаларға альбом қылып неғып жасау керек. Сол сіздерге немерелеріңізге ертең не болып аманат білу үшін да, семья действительно қайдан қалай шықты, кім болды, біз мән бере бермейміз ғой. Аталарымыз, арғы аталарымызға көп нетпейміз де. Ау. Иә. Нетіп тастайын да, алып тастайын, манандай отыра берейін ба? Манағандай. Просто невидимкамен түре салып едім ғой. Нормально? Қосылып отыр. Бір-біріңізге қарап, әңгімені маған қарап, бүйтіп айта бер. Әңгіме қалай айтамыз, сол сияқты ғой. Арасында естеріңізге бірдеңе түсіп кетсе, қызықты оқиға микрофонды алып айтуыңызға болады. Иә, мысалы. До конца күтіп отырмын. Монтаждаймыз. Қопырап отырмын ба не? Шешіп тастайын ба мынаны? Түре салып едім бірінші передачадан кейін. Ермек, бір стартапта бір қызық моменттер болса, есіңізге түсіп отырған жоқ па? Мен бір айтқан сөзім бар екен бір стартапта. Ол бірақ қана басқа неде. Осы не дейін ол? Ол мен ғой қызықтарын алып отыратын. Бір балаға айттым. Кәс. Айтып қойын ба? Аха. Мына стартапта екен ол. Мен стартапында ба? Аха, не айтсыз? Мына бала тоқ бала ғой. Қарны ашқан бала бүйтіп сөйлемейді деген. Ол жиенім болып шықты. Завичу. Біреуден звондайды. Осылай. Жиенім ғой. Сондай қызықтар да болады, да? Кеттік па? Армысыздар, қымбатты телегөрермендер, эфирде. Армысыздар, қымбатты телегөрермендер, эфирде отбасылық танымдық бақыт мекені хабары. Ал бүгін бізде студияда қонақта Сарыевтар отбасы. Ал бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз кәсіпкер Бауыржан Сарыев. Студиямызға қош келіпсіздер. Бауыржан аға, енді бүгінгі хабарымыздың басты кейіпкерсіз. Сізді Маңғыстау өңірі бойынша енді кәсіпкер ретінде білеміз. Көптеген кәсібін бастаймын деуші жастарға серпін бересіз, стартап деп жатамыз. Біздің осы Маңғыстау каналы ұйымдастырған стартап Маңғыстау жобасында жаңағы өзіңіз барсыз. Сондықтан да енді осы сізді кәсіпкер ретінде білеміз, қандай қызметте екеніңізді білеміз, бірақ отбасыңызда қандайсыз? Отбасылық жағдайыңыз қандай? Сол да бізге қызық болып отыр. Сондықтан да бүгін осы хабарымызда отбасыңызға арнасақ деп отырмыз.
Алдымен енді көрерменге таныстыра өтейік өзіңізді. Жалпы енді жаңа кәсіпкер деп жатырмыз, бірақ сол кәсіпке қалай келдіңіз? Өзіңіз бір сөзіңізде айтып едіңіз, қарапайым банк қызметкерінен бастадым деп. Арайлым, рахмет. Енді кәсіп деген әр адамның өзінің қолынан келетін, я болмаса келмей жаттырса да, соны келтіруге тырысудың бір жолы. Қысқаша айтып кететін болсақ, мен жүрген жерімде де айтып отырамын. Жастармен кездескенде әсіресе кәсіпті қалай бастаған тарихымды. Қысқаша шауып өтіп кетейін. Мен өзім 95 жылы Алматыда оқыдым. Жоғары білім алып, Казгуды бітірдім. Одан кейін ауылға келгеннен кейін ол кездерде 2000 жылдардың бас шақтары, қиын кездер, бір жерге жұмысқа орналасу болды. Банк саласында жұмыс жасадым. Банк саласы маған өте көп үлкен көмектесті. Тәжірибе жинадым, білімде алдым. Банк деген бір адамды жақсылап илейтін және өмірге бір жақсы дайындайтын бір институт десем де болады. Сол банкте бір жыл жұмыс жасаған тәжірибем 5 жыл оқыған оқуымнан артық болды. Көп білім берді. Ендігі банк саласында жеке кәсіпкерлермен жұмыс жасадым. Орта, шағын бизнеспен. Соларды қаржыландыру, үлкен суммаларды, әр жобаларды қарап отырдым. Ол кезде айлық аламыз. Сол айлығым үйге алып келем, анда жетеді, мында жетпейді. Ол сұрақ мені қатты мазалайды. Қалай қаржыны жеткізем? Әр кәсіпкерден сөйлесем, әр кәсіпкермен ақылдасам. Ол әрқайсысы маған кеңестерін айтады. Жаңағыда есепші дейміз ғой, бухгалтерлермен сөйлесем, қалай салықты қалай есептейтін, қалай қаржыны есептейтін, қай жерден үнемдеуге болатын. Жай ғана жұмыс істеп жүрмей, жаңағыдай қосымша сол өзіңіздің бір өзіме түйіп алып отырдым. Өзіме түйіп, жинап отырдым. Бұл былай сейф сияқты ғой. Аламда сол білімді тек салып отырып. Сол сейф бір деңгейге жетті білімнің. Бір пісіп жатырдым сол кәсіпке. Тәуекел деп артында 3 інім келе жатыр. Оларды оқуларын бітіріп, бір-бірлеп бітіріп, жұмысқа орналасып, үйлену керек болады, үй құру керек, әке-шешеме көмектесуім керекпін. Күн-түн маза бермеді. Бір күндері бір жер алып, сол жерді тазалап, бизнеске айналдырып, жаңағыдай өндірістік база дейміз ғой, соны бір америкалық компанияға тапсырып жалға. Сол құрылысын салып, бәріміз сол жерде жүрдік. 3 інім мен әкем де сол құрылысын салдық, өйтіп-бүйтіп, жамап, тапқанымызды апарып. Сол американ компанияға жалға бергеннен кейін сол бір ұзақ мерзімге контрактке қол қойдық. Білесіз ба, мен қандай бір өз-өзімді тәуелсіз сезіндім. Қаржылай тәуелсіз, Қаржылай тәуелсіз. Контрактқа қолыма алғаннан кейін жұмысқа келдім, былай креслоға отырдым да. Банкта жасайсыз ол кезде? Банкта жасаймын, сол орныма келіп, отырып, аспанға қарап, потолокқа қарап, бүйтіп отырдым. Біраз отырдым. Банкте жұмыс жасау оңай емес. Әр қашанда, әр уақытта жаңағыдай жоспарларды орындау керек. Тікеннің үстінде отырғанда, тікеннің үстінде отырасың. Жаңағыдай тұтынушы дейміз ғой, клиенттермен қатты түрлі адамдар болады, қиын болды. Бастықтар төпей отырады түсіңнен. Қашан жасайсың, қашан бітіресің деген бітпейтін бір жұмыстар. Сол кезде бір жақсы бір ой келді, бірінші ой келді. Бастығыма барып, жұмыстан шығарсаң шығара бер, мен кете берем. Бір сондай бір құлшынысым болды. Бір ұрсық барасыңшы деп. Себебі мен сезіндім артында үлкен болмаса да бір кішкентай кәсіп тұрғанына. Яғни табан тіреп тұра алам. Яғни қаржым бар. Сол айлығымнан да көп алып келетін қаржым бар. Шығып кетсем де арқайын үйіме, ата-анамның алдына, жолдасымның алдына, балаларымның алдына ұялмай бара алам деген бір мықты сенімділік болды. Кәсіп деген сондай сенімділік беретіне қанат бітіреді дейсіз ғой, мен қатты соған бір сендім, өз-өзіме рахаттандым. Яғни жан тәнім рахаттанды. Ол кәсіп басқа кәсіптердің ашылуына
үлкен бір септігін тигізді. Осылай кәсібім дәмін таптыңыз, көрдіңіз, ұнады, содан кейін жалғастыру керек екенін сезіндім. Егер ол кәсіптердің, қалған кәсіптердің ашылуын, тарихын айтып беретін болсаң, оған бөлек бір бағдарлама керек ау. Жақсы, енді қазір білеміз, неше жылдың ішінде қазір басқа кәсібіңіз бар, бұл отбасылық кәсіп, сіз бір сөзіңізді айттыңыз, келіншегіңіз де, інілеріңіз, келіндеріңіз барлығы сонда, тіпті әкеңіз де сонда жұмыс істейді екен. Өте дұрыс, соны айтқаным рас. Ол туралы айтатын болсам, ол жалға берген кәсіп, ол экономика тілде пассивный доход дейді. Аймай жай келіп тұратын. Өз-өзінен келіп тұратын, тек уақытында қаржылай қағаздарыңыз бар, финансовый документ, соны уақытында беріп тұрсаң болды, түсіп тұрады. Казгуде оқып жүрген кезде, экономика факультетінде оқып жүрген кезде, бізге бір мұғаліміміз, үлкен бір профессор кісі, экономика саласында бір жатталып қалған бір қағидасы, бір әлемдегі дағдарыста болған бір нәрсені айтып берді. Голландиялық ауру, яғни голландская болезнь деген бар. Ол сол бір ертеректер жылын ұмытып отырмын, сол американская депрессия дегендер болды, мұнайдың бағасы құлдыраған уақыттар болды, экономикалық соғыс жүріп жатыр, Европа, Америка бар, Европа бар, сосын таяу шығыстағы елдердің арасында бір экономикалық соғыс болып жатыр. Сол кездерде Голландия солтүстік мұхитта, ол теңіздің ішінде мұнай өндіретін еді. Бюджетке 90% сол мұнайдың түсетін ақша 90%-ын құрайды екен. Мына дағдарыс басталған кезде мұнайдың бағасы түсіп кетеді, қатты түсіп кетеді. Яғни Голландия 90% жаңа келетін ақшадан қағылып қалады, бюджетке түспейді. Сол кезде голландық экономистер, басшылар қатты ойланады. Енді заман өзгереді, баға көтеріледі, жағдайлар жақсарып бастайды. Бірақ мұнайға сеніп артып қалуға болмайды екен, Сол кезде голландықтар өздеріне үкіметі өздеріне нақты қағида қойды. Яғни мұнайға тәуелді болмауымыз керекпіз. Басқа өндірістік орындарды ашып, яғни төрт аяғымызда нық тұруымыз керекпіз. Сол кезде теория қалып қойған голландская болезнь, голландиялық ауру деп. Сабақ болған, Сабақ болған. Ол туралы елбасымызда Қазақстанның көтеріліп жатқан кезде сол кісіде айтқан. Яғни біздің экономикамыздың кем дегенде төрт жерден төрт аяқтап тұруымыз керекпіз. Біреу құлап қалса да, үш аяқпен тұруымыз керекпіз. Сіз өз өміріңізде қолдандыңыз ба осын сен? Дұрыс айтасыз. Мен соны бір бизнесті бір аяқты қойдық па, енді мына үш аяқты табуымыз керекпіз. Сол кезде нық тұрамыз. Бір өшіп қалса да, құлап қалса да, бірдеңе болса да, сол төртеумізде тұруымыз керекпіз деген өзіме өмірлік қағиданы ұстандым. Бизнесте, мына кәсіпте. Одан кейін пәтерлер алдық, түсіп отырған ақшаны, яғни үнемдедік. Бірақ тұрмыстық жағдайымызды да жақсартуға тырыстық. Бір арманым бар еді, қазір оны анам жақсылап айтып берер еді. Бір үй салсақ па, әкеміздің, шешемізге рахметіміз ретінде бір үлкен үй салып берсек екен. Сол кезге таман мен екінші інім үйленді. Сол кезде 3 бөлмелі пәтерде 63 шаршы метрдің ішінде 2 келін түсті. Әке-шешем 2 інім бар. Менің балдарым болып жатыр. Сол кезде 6-7 адам бір үйде тұрдық дейсіз. Сол кезде тұрып жатыр. Бәрі тату, бәрі жақсы ғой, бірақ енді тарлық етеді бәрібір. Көңілдің тарлығы емес. Мына тұрғын үй тұрмыстық таршылық болды. Үй салуымыз керекпіз. Тәуекел қылып 29 шағын ауданнан жер алып, оған да мәз болдық. Үй саламыз деп әр кішкентай жетістікке, әр жетістікке қуанып, жаңағыдай жинаған ақшамызға үй салдық әкемізге, шешемізге. Оны үйді салдық, қосымша жаңа бағана айтқан тағы өндірістік нысандар салу керек болды. Қосымша соны салып жатыр. Онда қосымша жалға беріп жатырмыз. Соның бәрі бір уақытқа тап болды. Сол кезде банк қызметші ретінде маған өте жақсы жеңілдікпен несие берілді.
мен сол несиені уақытылы қолданып, соны кәсіпке айналдырып, соның бәрін тұрғызып алдым. Оны да тиімді пайдаланса ұтылмаудың амалы бар дейсіз ғой. Жақсы, осы жерде Бауыржан аға, сөзіңіз аузыңызда енді жаңа айтып жатсыз ғой. Сізге қарап отырмын, шынымен де бұл жерде ата-ананың ризашылығын, разылығын алу сіздің басты мақсатыңыз екенін көрініп тұр. Жаңа үй салсам ба екен, осы кісілердің жаңағыдай ештеңеден тарылтпасам екен деген сияқты. Енді арамызда ата-аналарыңыз отыр екен. Ағам, сөз кезегін өзіңізге берейік. Жалпы бұл кісі қандай бала болды? Тұңғыштарыңыз, микрофонды алсаңыз, микрофонын. Бала кезінде осындай болатын білдіңіз бе? Қосылып тұр, айта беріңіз. Мен ма? Микрофонды кішкене жақындатып сөйлеңіз, айтып сөйлесін. Қазір микрофонды саласың. Мен тамағым что-то не то, ораза болғасын тамақ етіп тұр. Болды ма? Аға. Енді мына бүгінгі жиналып отқан бақытты бақыт мекені. Бақытты мекен. Ал енді жақсы тақырып, жақсы әңгіме. Шыннан да міне Бауыржан баламыз туралы әңгіме болайын деп отыр. Баламыз өмірге келгелі, ол кездерде бір экспедицияда далада жұмыс жасайтын мезгілдер, толған жері Жаңаөзен болды. Біз Ақтау қаласына тұрғанменен сояқта ағам тұрады. Сол кездерде жолдасым Қоңыраш енді ай күні жетіп отқан кезде, сол кездерде өзенде болуға тура келді. Мына Ақтауда басқа біздерден неміз жоқ, ағайындарымыздың бәрі өзенде болатын болды. Сол кездерде Бауыржан кішкентай кезінен өзі қабілетті болды. Мектепте де жалпы інілеріне қамқоршы болды. Бір жасында үйдің жағы тіпті шай суына дейін өзі істейтін сондай қалыпқа болды. Анамыз болды ол кездерде. Жағы ағаларым үйі бар, апамның үйі бар, сойларға қадырып кетеді кей кездерде. Сол кездерде осы Бауыржанның жағы бәрін інілеріне қарап, Қоңыраш екеуміз жұмыстамыз. Үйдің үлкені болғасын жауапкершілік бар, Жауапкершілік. Тіпті балабақшаға өзі баратын еді кезінде. Ал енді осындай бала болды. Кезінде тоны Түркменстанға нағашыларына қыдырып келген кезінде Мар дейтін жерде самолетпен ұшып Ашхабадқа келеді. Ашхабадтан ол кезде Шевченко, сосын Куйбышев дейтін қалаға ұшып кетеді, келең пересадка. Сонда өздері жаңағы бажамның балдарымен ұшып келіп жүр, сонда сендік. Сол бұл бір жастан. Өзі үлкендерсіз, Қасында енді бөлелері болды, аралары 2 жастан. Көп бол дейтін осында ағым бар, әлі бажам солардың балдарымен. Олар орысша білмейді, Бекінің балдары. Білетін Бауыржан, ол кездерді бәрі орысша ғой жағы. Ал енді сондай сенгендігіміз ғой енді сол кездердегі. Сондықтан бүгінгі дейін інілеріне ағалық қамқоршылығы бар. Ұйымдастырып отырады. Сонда бізден бұрын ойлайтын қабілеті бар. О түгіл оқы жүріп Алматыда жұмысын жасап, тіпті керексіз сабақ беріп, сояқта колледждерге өзі магистранттың алғыр болып тұр ғой, бала күні. Енді көрдің бе, бұл сол кездердің талабы ма, балдардың несі ма, біздер даланың адамымыз ғой. Шешесі көбірек айтын қарар ол жөнінде. Қазір енді сіз өзіңіз балаңыз қоласында жұмыс жасайсыз, бір жұмыс сізге ақша төлеп отыр ғой, Енді былай деп айтып қояйын енді. Айлық алып отырсыз ғой. Мен жаңағы учредитель қазақшасы қалай болады? Құрылтайшысыз ба? Мен сөйтіп өзімде де мен төмендетпестік үшін. Дұрыс. Ал енді табысы өздерінікі, балдардың табысы өздерінікі. Сондықтан тек қана Бауыржан емес. Сіз енді айлық алатын шығарсыз? Айлық сұрамаймын. Бірақ дивидендін түсіріп тұрады. Жүріп тұруыма жетеді дейсіз ғой, Енді жүріп
жаңағы азғантай демалыс орындарымызға қамқоршылық жасап тұрады. Жақсы. Одан асқан не керек? Енді жанұясы біраз болды. Енді 5 баласы амандық болса тағы да немерелі болғымыз күтеміз. Сол сияқты енді Бауыржанымызға енді сөз жоқ. Ол тек қана бұл ағайын тума жекжат сүрет қалалық емес, облыстық деңгейінде, әлде болмаса республикалық деңгейлікте қоғамдық жұмыстарына бәріне араласып тұр. Сондықтан ағайын жекжат сүреттыққа, араластыққа оның қабілеті жетіп тұр. Бауырмал, бауырмал болып тұр ғой. Енді бұл білмеймін, бұлай менің өзімнің бір математикалық есебім бар. Ұрпақтар бір кездерде демалады екен, бір кездерде өркендейді екен. Бұл дейтін бір кездерде ұрпақтардың демалатын мезгілдері бар, кейін өркендейтін мезгілдері бар екен. Соған тұспа-тұс келді. Ең есептіп қарағанда мен төменгі нүктеде тұрмын. Енді өрлеу, жаңағы әкеден бала оза туады дейтін де бір сөз бар. Соған келіп тұр. Балдарымның бәрі азғантай маған қарағанда қабілеттілеу. Сіздің кезінде берген тәрбиеңіз шығар, бұл тәрбиенің жемісі болып тұр ғой. Сосын бұлардың өздеріне көрсетіп қойған. Қай кездерде сіздерде қабілет болады, қай кездерде өсерсің, өркендейсіңдер. Сол бүгінгі менің сызып қойған сызығымменен келатқан сияқты. Ал енді құпия қайда жатыр, сондықтан бұл математика дейтін, есеп дейтіндер, экономика дейтіндер бар. Ал енді біз өзіміз құрылыс саласын істеп кеткенде келген заттың жаңағы құрамдарын сметалық есеппенен шығарамыз. Ол дейтін бір 2 айлыққа созылып кететін үлкен бір құрылыс болатын болса, көп уақыт алатын бір жұмыс. Ал экономистер отырып алады, метр квадратын есептейді, бүгінгі мынандай материалмен салатын болса, мынау деп бір 2 сағаттың ішінде шығарып береді. Міне, бүгінгі заманның балдары ма, әлде болмаса қазіргі ұрпақ па, екіншіден жаңағы есеп бойынша жоғарыда тұрғанның белгісі. Төте жолмен барып жатыр дейсіз ғой. Әрине, бүгіндер жетістіктер солар, бәрі меңгеріп жатыр. Сондықтан балдар мырзамын, оның ішінде Бауыржан, енді жетекшісі, ішіндегі азғантайда болса алға тартушы, әрқашанда идеясы бар. Кез келген мәселеменен келген көрші болсын, жекжат жүрет болсын, айтары бар, түсіндіретін жобалары бар. Ал енді оның пайдаланса, олардың өзінің шаруасын шешіп ататын болар, енді оны халық айтатын шығар деп ойлаймын. Кереметті. Сізде тегін адам емес екеніңіз көрініп тұр. Апамызға берейік. Жалпы енді жаңа айтып жатыр ғой, көбінесе бала тәрбиесі бізде, әсіресе біздің салтымызда, біздің ұлтымызда аналарға ғой, аналар тәрбиемен айналысады. Қандай болып еді бала кезінен? Жалпы енді әрбір қазақтың, әрбір үйдің баласы, әрбір ата-ана балам жақсы болсын, балам ақылды болсын, балам азамат болсын, саналы болсын, мейірімді болсын, адамгершілікті болсын, таза болсын деп армандайды ғой. Бәрі ата-ана сөйтіп армандайды. Бізде сол арманның жетегінде балдарымыз армандап келгенбіз. Бізде үйде 4 бала бар. Бауыржаным үлкені. Төртеуді ол. Бәрі айтатын еді маған, көршілерім, 12-де тұрғанымызда. Саған апашка қиын болады, сен бәрі ол бала қызың жоқ. Өмірде сен қиыншылық көресің деп. Жоқ, көрмеймін, мен ертең келіндерім қызымдай болады, менің бәрі жақсы болады менде деп айтатын едім. Солай болды дейсіз? Солай болды. Келіндерім как жаңағы қалай деп, сырласым, ақылшым, ақылым жетпеген жерінде бұлардан ақыл сұраймын, қайтеміз осылай бола ма деп. Олар өз білгендерін қосып атады. Жас қой енді бізге дегенде олар солай болды. Бауыржаным кішкентайынан армандады. Екеуміз бір неге барып келе жатырмыз осындай жол. Мама, ертең үлкен үй саламыз. Сол үйде бәріміз бірге тұрамыз. Ешқайсымыз кетпейміз деді. Оны мен ол кезде ойламаппын. Неге айтты бұл? Не үшін айтты? Бала арманы ғой деп жүре бердім. Үлкейді, өсті, інілеріне қамқоршы болды, біз сірә жұмыста боламыз. Бұл бала үйде болғанда арқамызды кеңге салып кетеміз жаңа. Інілеріне қарайды.
Бұлар бала болып өсіп мектепте жүргенде мен жаңа айтып отырмын ғой, балдарың бәлене түгенет деп мені шақырмапты мектепке. Тек ата-аналар жиналысына барамыз, кетеміз. Рахметімізді айтамыз, бір-біріміз апайларменен. Сондай болып өскен екен менің балдарым. Ол менің ойымша бәр ата-ананың, бәр қазақтың, бәр елдің баласы солай болып өседі. Солай ағымменен жүреді деген ой болды бізде ондай. Сондай оймен жүрдік. Тіпті бір бұзықтық жасаған сәттері болған жоқ? Жоқ. Бұзықтық жасап мені мектепке шақырып, бір көрші келіп маған айтпапты ештеңе. Солай бол деп те тәрбиелеген жоқсыз, әдейілеп, әлде осындай. Енді біздің жаңағы қай бір ата-ана баласына болмасын, бәрі ата-ана балама жақсы бол. Жаңа айтып кеттім ғой. Менің әкем айтатын еді. Ешкімнің ала жібін аттама. Ешкімге алар көзіңді қарама. Мынада бар, менде жоқ деп ешкімге ештеңе деме. Алдыңдағы зат өзіңдікі, үстіңдегі киім өзіңдікі, соны бағалай білсең, сол саған жетіп жатыр деп әкеміз сөйтіп айтатын еді. Сол түсініктерді біз кейін бере келе түсіндік қой. Оның ар жағында не жатқан, түбінде не жатқан. Балдарымызды солай тәрбиелеп біз ғой енді екеуміз. Тазалыққа. Соның жемісін жеп отырсыздар, Енді қазір соның дұрыс тәрбиенің. Соның жемісі ғой. Бүгінгі көріп жеп отқанымыз. Енді апа жаңа айттыңыз, 4 балаңыз, 4 келініңіз бар. 4 келінім бар. Келіннің барлығы бірге, бір жылдар жаңа айтты, 4 келінмен де бірге тұрған екенсіз, қолыңызда ұстап, біраз жылдай сосын бірақ шығарады екенсіз бөлектеу. Олай болды. Қиын болмай ма? Енді айтып жатады ғой, бізде келін мен ене көбінесе қазір. Біз енді қиын болды деп мен айта алмаймын. Себебі жаңа балам айтып кетті ғой, 3 бөлмелі үйде 2 келінмен немерелермен тұрдым. Біз сонда, бізде мынау жоқ екен-ау, бізде үй жоқ екен-ау, бізде байлық жоқ екен-ау деп ойымызға келмепті, келіндерімнің, менің ойыма. Балдар жаңағындай үй салып, үлкен үйлі болып, күйлі болып өсіп, келіндер бірінен соң бір үйге келіп, 3 келін 10 жылдың үстінде 12 жылдай бірге тұрды. 3 келін бірге тұрды. Бір-бірінің балдарын емізіп, бір-бірінің балдарын бағысты. Оларға да көп рахмет айтамын. Өзара бір-бірімен бір сөзге келіп қалатын жоқ. Ондайларды мен байқамадым. Ондай келіндердің әрі отыр, бері отыр дегені жоқ. Үлкені Ақсәуле. Осыған бәрі көп нені беріп қойдым. Сен үлкенсің, сен қарайды. Билікті дейсіз. Билікті. Сау болсын, Гүлмира келінімде. Онан да бөтен мінез көрген жоқпын. Айнұр келінімнен де. Ол кейінде өтісті. Ең 4-ші келінім түскеннен кейін Бауыржанды бөлек шығардық. 4-ші келін түскеннен кейін. Келіндердің ата-анасына да рахмет айтам. Балдарын тәрбиелеп, ұрпағымыз жалғасып жатыр. Тату тәттіміз. Айтып жатады, кейбіреу келіннің келген үй жайлы болса сондай болады деп жатыр. Өздеріңіздің де бір жайлылықтарыңыздың бір белгісі шығар бұл да, 3 бірдей, 4 бірдей келіннің бір жерде отыруда енді шынымен де бұл қазір заманда енді көп кездесе бермейді ғой. Енді сіз қазір маған сұрақ қойып отырсыз ғой. Мен соған терең ойламаппын соны қалай сыйбадым. Біз тек былай қазақтың бәр ата-анасы, бәр келіні, баласы солай өмір сүреді деген ұғымда жүріппіз. Бір үйдің 2 баласы кей кезде бір үйге сыймай жатады ғой. Енді оны да естіп жатамыз, бірақ ол енді біз ондайды білмейді екенбіз. Менің өзім абысының қолында түстім. Жаңа жолдасым айтып кетті, абысының қолында тұрдым. Солай болу керек сияқты. Болу керек сияқты бізге. Солай болды. Басқа бізде ондай не жоқ. Мынау балаң ба, балаң әке шешесін сыйлау керек, келін ба, келін ата-анасын сыйлау керек. Отбасыларыңызда жалпы тәрбиеде қандай қағида ұстандыңыз? Бірлік, ауызбірлік, татулық. Ағалар жаңа айтып жатырмыз ғой, Бауыржан аға үйдің тұңғышы, бірақ өзінен кейінгі інілеріне сөзін өткізіп, жаңағыдай осылай жасайық, барын үйіріп әкету, бұның да өзі бір, ол 4 бала болса 4 мінез болады ғой, 4 балада, оның біреу қарсы шығуы мүмкін, болмаса біреу жаңағыдай ол сөзге келіспеу мүмкін деген сияқты, әркімнің өзінің ойы болады ғой. Бірақ соған қарамастан соның барлығы бұл. Біз әуелде екеуміз баланы тәрбиелегенде
үлкенге кіші бағыну. Мынау сен ағаң ғой, сен бағынасың соған. Ана үшіншісі екіншісіне бағыну, ең кішкентай бәріне бағыну, бір-біріне бағыну. Сонда бірлік, тірлік, бір-бірінің айтқан. Мейлі ол дұрыс айтпай жатсын, кешіріммен қарау. Оныкі. Ағаларың ол сендерге әрқашанда көмекші, жетекші, арқа сүйер. Аға деген насқартау деген ұғыммен біз сондаймен тәрбиеледік оларды. Бір-біріне деген. Қазір енді қолыңызда кім бар? Қолымда ең кіші Бауыржаным, одан кейін Бердібегім, оның келіншегі Айнұр, үшіншісі Абай, оның келіншегі Гүлмира, төртіншісі Берігім, оның келіншесі Дана. Қазір сол енді бір келінмен ғана тұрасыз ба әлде? Бір келінмен тұрам қазір. Бір келінмен. Барлығын қанаттандырып бөлек жібердіңіз, иә? Бәрі үйлі, күйлі, әрқайсысы өз отбасы бар, бала шағасы бар. Бұлардың өзі қазір үлкен семья, әрқайсысы. Өзім әйтеу балдарыма ата-ана қай уақытта бақыт тілейді ғой, сол бақыттарды тілеп отырмыз. Ауызы бірлік, татулық, ол келіндерде. Қазір бір-біріне қонақ шақырып, бір-біріне көмек керек болатын, осылай бәрі жабылып барып шаруаларын жасап, бір-бірін. Бір үйдің қыздарындай дейсіз ғой? Иә, қыздарындай қамқорласып, бір-біріне қамқоршы. Жақсы, апа, сөзіңіз аузыңызда тағы да бір естеліктер болса айта жатарсыз. Енді жаңа келіндеріңізді айтып отырсыз ғой. Сөз кезегін өзіңізге берейік, Ақсәуле, ханым. Енді енеңіз айтып отыр ғой, келіндердің білмеймін, ондай бір-біріне қас-қабақ шытып жүрген көрмеппін деп. Дегенмен енді қиын, басында қиын болатын шығар, е? Енді енеңіз жаңа айтып жатыр ғой, мен ғана бұларға айтатын бірдеңе деп айтпесе, бір-бірімен бір сөзге келгенін көрмеппін деп. Ол енді шындық. Иә, енді рас, бірақ мен ең бірінші түскенде бір өзім үйге келіп түскен жалғыз келін, енемнен кейінгі енді қызындай болған деген, маған деген сірә қыз жоқ. Сосын мен де солай қызындай көріп, еркелетіп, керек нәрсемнің бәрін алып беріп, жоқтатпай еш нәрсені солай тәрбиеледі. Мен оған осы отбасынан келгенге дейін өзімнің әке-шешемнің берген анамның тәрбиесін келген үйіме келіп жалғастырдым. Қалған тәрбиемді енемнен алдым. Бұл кісі маған көп нәрсені үйретті. Қалай жасау керек кейбір нәрселерді. Ас бөлмеде. Қалай кейбір енді үйде қыз болып жүргенде кейбір нәрселерге де көп мүмкін анамызда үйреті қоймаған шығар. Кейбір жерлерге де жіберген жоқ, кірістірген жоқ. Ал сол үйренбеген ас бөлмеде дайындау тағамдарын көбін үйретті. Шынында айтайын, көп нәрсені үйрендім. Ол қазір енді отбасы бөлек кеткеннен кейін соның жемісінде көріп, соны өз алдымызға, өз-өзімізбен жекеменшік болғаннан кейін өз-өзімізбен жеңіл болып, ары қаратай тұрып кетуге жеңіл болды. Тұрмыс жағдайында да басқа да бірге тұруда, бала тәрбиелеуге де. Енді менен кейін келін түсті ғой, мен енді бөлек кете берейін деген ондай әңгіме болмады ма? Десе де. Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ. Мен түскеннен кейін бір 2 жылдан кейін менен кейін келін келді. Келін болып бірге тұрдық. Оның келгенде өте жақсы болды. Бір-бірімізге көмек, қолғанат, қолғабыс, біріміздің баламыз біріміз бағып, біріміз ас үйде болсақ, біріміз үйдегі жағдай, немесе баламызды бағып, немесе сыртқа алып ойнату деген сияқты. Қай кездерде үлгермей жатамыз, не болмаса бір жақ қонаққа кету керек болса, бір-біріміздің баламыз тастап қонаққа қарата жолымызды байламай барып келіп жүре беретін. Қайта тиімді болды дейсіз ғой, иә? Тиімді болды. Бауыржан аға, мен бірге қазір әріптессіздер ғой, бір жерде қазір отбасылық бизнес, барлығыңыз сол бір жерде жұмыс жасайсыздар, Бір жерде жасаймыз, басында сол жеке өзінің кәсіпкер болып жұмыс жасап, сол салада бастағаннан кейін сол маған айтты, бірге бастайық, сенің де көмегің керек. Ол кезде мен үкімет саласында жасағанмын. Ол таңертеңнен кешке дейін, енді шынымызды айтсақ, айлықтың да қазірде де үкіметтің саласында айлығында аздығы салдарынан болу керек. Соны деп сөзін қолдап, бірге бастадық, бірге жүріп көмегін керек дегесін, бірге бастап, қағаз жүзінде болсын, офисте отыратын, іштегі адамды қабылдау, қағазды жүргізу деген сияқты. Іс жүргізу. Бұл жерде бір ескертіп айтып кетейін. Ақсәуле деген
үкіметте жұмыс жасаған кезде біз екінші ма үшінші бизнесті бастайын, кәсіпті бастайын деп жатыр едік сол кезде. Оған дейін Ақсәуленің күнде миын жейтін еді. Неғып жүрсің ол жұмыста, бір қағазды баласын мына жаққа қоясың, бір қағазды мына жаққа қоясың, толтырасың, жазасың, біреудің алдына иіліп барып тұрасың, ұрыс керіс естисің. Саған сол ұнай ма? Маған ұнамайды. Жұмыстың кейбір нәрселерін айтып береді. Мен көрдім бе, өзіңнің кінәлі. Кәсіпті жүргізейік. Себебі сол кезде Абай дейтін інім қазіргі компаниямыздың бастапқы идеясын айтқан. Ол сол идеяны қолдауға біздің командаға адам керек. Сырттан алғымыз келмейді. Сол кезде Ақсәуленің күнде айтып, қалай болады, қалай жүргізеді. Сол кезде менде жұмыста жүрген керек қағаздардың бәрін үйретемін, көрсетемін. Тек қана ана жұмысыңнан шықшы, келші мына компанияға. Сосын көпке дейін келіспеді. Анығын айту керек. Келіспеді. Бір күні пістау деймін. Құрсыншы қоймадың ғой деп жұмыстан шығарып алдық. Ойлаған шығар енді үйде де бірге, қызметте де бірге бір-бірімізден шаршап кетеміз, ұрсып қаламыз ау деп. Сосын бәрін үйретіп бастадым. Счет фактура дейміз, жаңағыдай акттер қандай болады, солардың бәрі қалай толтыру, клиенттерді қалай қабылдайды, қандай тіркейтін қағаздары болады. Соның бәрін көрсетіп бір кеңсе жалдадық бизнес-центрдің, бизнес-орталықта. Соны отырғызып, 3 айдан кейін Ақсәуле айтты ғой, қазір өзі растар, Бауыржан рахмет деп. Сен мені ар жақтан шығарып алғаның. Себебі басқа да кәсіптер, басқа да жұмыстар, қызық нәрселер бар екен ғой. Маған осы жағат деп. Сол айттыңыз. Сол кәсіпті, үлкен кәсіпті бастағандардың бірі Ақсәуле. Бұл енді кәсіптен бөлік сөзіңіз аузыңызда көп балалы ана. Е? Енді ол сұрағыңызды Ақсәулеге қоярыз. Бірақ та бір ескертіп кетейік, бір момент бар. Осы 4-5 жылдықта Ақсәуленің өзіне бөлек кәсіп ашылды. Ол туралы енді өзі айтты. Кәсіптің қызығына соншама кірісіп кеткенсіздер ғой, е? Қазір өзі кәсіп дейік па, оны қызмет дейік па, білмеймін қалай. Қандай қызмет? Өзі айтып берер. Сол мүмкін тәжірибе жинағанның арқасында болу керек, адамға жаңа сенімділік берген шығар. Бірнеше сол жаңа айтқан бухгалтерия саласынан да азғандай кішкене үйреніп, өзімізбен сол Бауыржан айтты, осылай ақылдасып, нотариат саласына нотариус. Енді 2017-тен бастап. Негізі мамандығыңызға сай ғой? Заңгер. Мамандығым заңгер. Сол 10 жылдай әділет басқармасында қызмет жасадым. Сол жаңа айтқандай одан кейін жеке кәсіпкерге қарата кеттік, көмектесуге. Содан 2017-тен бері нотариустемін. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бизнес бастап жатсыз, бірақ көп балалы анасыз, барлығына қалай үлгересіз? Үйде енді бала шаған қарау керек деген сияқты, тамақтандыру керек. Әлде көмекшіңіз бар ма? Көмекшімді осы соңғы кезде, мүмкін бала көбейгеннің несінен бекен, жұмысқа шығып кеткеннен бекен, көмекшіні сол соңғы осы 1 жылдың шамасында арасында шақырып, бір шаруаға керек болған кезде үй шаруасына бір шақырып аламыз. 6 балаңыз бар, балаңыз? Бұйырса 6-шысы. 6-шы. Сол таңертең жұмыс, кешке келеміз, балдар өз-өзімен үйренген сабағына барады, келеді. Қазір мектеп таңертең кетсең, кешке бір аласың ғой балдарды. Кішкентайлар сірә балабақшада таңертең апарып тастаймыз, кешке жиналамыз үйге. Мен жұмыстан... Бір енді бала тәрбиесі деген бар, ол да оңай емес қой, жұмыстан шаршап келгенде деген сияқты. Оңай емес, бірақ сол барлық күшіміз салып, үйреніп кеттік. Аға араласа ма жалпы бала тәрбиесі? Араласады, араласады бала тәрбиесінде. Кешке келген кезде таңертең тапсырмаларын алып кетеді. Келеді, кешке келгенде өзінің тапсырмаларын есеп береді. Сол мүмкін есеп берудің арқасында сол бала өзіне жауапкершілікті алатын шығар. Сол орындайды, орындауға тырысады. Сабақ жөнінде болсын, басқа үй жағдайында да болсын, үй жұмыстарына да тапсырма алып орындау
Қандай талап қоясыздар балаларыңызға? Талаптың ең басты бір несі енді дұрыс жүру, тәрбиелі болу, міндетті. Қазіргі мектептегі оқушы бала болғаннан кейін бірінші сабағыңды оқы, дұрыс жүр, түзу жолмен жүр, ешкімнің ала жібін аттама деп айтып жатамыз. Сол әкесі айтып жатырады, енді үстел басында ас ішкенде жиналамыз ғой, бәріміздің басымыз. Сөзді айтамыз, жамандықтан қашық жүрің, жақсы ойлаң, жақсы нәрсе айттың, жақсы нәрсе айтсаң, жақсы нәрселер көп келеді деп. Ала жібін аттамаң, сөйтіп сондай жақсы тәлім тәрбие береміз. Енді шамамыз келгенше екеуміз екі жақтан, мен ана өзінің рөлінде, әке өзінің рөлінде, бала соны ұғып жатыр деп ойлаймыз. Соның арқасында міне күнделікті тұрмысымыз жүріп жатыр. Керемет, жақсы. Енді сіз арамызда сіздің отбасы мүшелерінен бөлек, жаңағы сіздерді сырттай білетін, сіздің отбасыларыңызды сырттай жақсы білетін, өздеріңізбен араласып жүрген дос жарандарыңыз, әріптестеріңіз, тіпті көршілеріңіз де отыр екен. Енді аға, өзіңіз алсаңыз микрофонды. Көрші ағасыз, жаңа айттыңыз, кішкентай кезінен, бала кезінен білем дедіңіз ғой. Осы дұрыс айтасыз, рахмет сізге сөз беріп жатқаныңызға. Мен осы кісілермен көрші болып араласып жүргенімізге 14-15 жылдың үстінде уақыт болып қалды. Енді қалай деп айтамыз, жаңа жеңгемізбен арасында енді қалжыңдасып ойнап қалжыңдасып қоямыз. Өзіммен әзілдескенді жақсы көремін. Жеңеше, мына жаңа сіз айтып жатсыз, 4 келінмен 3 келінмен қалай тұрып жатсыз? Кәдімгідей тұрып жатырмыз деп қояды. Біреуінің шашынан сүйреп, біреуінің жаңағы оқтаумен ұрып, бәрін бір бұрышқа, бәрін тәртіпке салып, қалай жүрсіз деп жаңа қалжыңдап қоямыз. Оның барлығы енді ол шаң-шұңды естіп те көрмеппіз, басқа андай ұрысты. Оның барлығы бір тәрбиелік мәні бар. Үлкен ар жағы, үлкен бұл кісілердің де ар жағы аталарынан, шешелерінен келіп жатқан дүние бұл керек деп ойлаймын. Бір текпен келетін затта бұл керек, бірақ бер жағында мына бір мұсылманның несінде бір жақсы әңгіме бар. Ең жақсы амал не дегенде мезгілінде оқыған намаз деп айтты. Мен бұл кісілерді сол үйдегі тәртіп орындалуға тиісті, айтылуға тиісті зат, сол мезгілінде айтылып, мезгілінде орындалып жатқан дүние сияқты болып көрінеді маған өзіме. Бұл кісілердің өзінің тәрбие жағынан. Сол жағынан біздер мына көршілер түгел көше араласып тұрамыз. Соның ішінде осы сол көшіп келгеннің әзірде жаңа құрылыстың кезінде ағамыз бен екеуміз осы 2005 жылдар бір үйді салып бірге кірдік. Соның ағамыздан арасында өзі құрылыс маманы болғанда өте сауатты, жобалау жағында, технадзор дейді, жаңа бақылау, қадағалау жағынан да, барлық жағынан да өте сауатты, ақыл кеңес сұраймыз. Қазір енді кейіннен уақыт өте келе, бұлай өмір болғасын, аға мынандай бір шаруаларды қайтсы болады, мынандай қайтсы болады деп арасында мен өзім жиі кіріп ақылдасып тұрамыз, шай ішіп тұрамыз, араласып. Сол кезде ақыл кеңесінің қазір ақылшымызда осы бір қызық жағдай болған басында. Наурыз айында көрісу деген болады. 14 март күні біздің Маңғыстауда өзі үрдіс түгел ағайын тума бірін-бірімен 14 күні көрісіп жатады. Сол кезде ағамыз бір ұсыныс жасады. 13 март күні біз бастасақ қайтеді. Кешкі сағат 9-да бастаймыз. Ағамыз өз үйіне шақырып сол нәрсені бастап көрсетті. Жаңа тамақты жейміз, ет асылады, шай ішіледі. Сөйтіп сағат 12 болады. 12-де келесі 14 марттың уақыты кіреді. 14 март кіргенде сол кезде көрсеміз, көршілер бір-бірімізбен. Сол үрдіс болып кетті кәдімгі. Соны кезектесіп осы айда, осы жылы ағамыздың үйінде бастадық. Келесі жыл тағы көршіміздің сөйтіп көршілер барлық кезекпен сөйтіп жаңағы 13 март күні, сосын 14 март күні әркім өзінің туысқандарымен, жақындарымен көрісіп кетеді. Бұл да шынымен де енді көршілердің бір-бірімен араласуы, араласудың бір жақсы үрдісі, жақсы бір тәрбиелік. Біз үшін тәрбиелік мәні көп зат енді. Бұл кісілердің үйренетін зат та көп. Оның бәрін қазір айтып, жаңағы бір сөзінде Бауыржан ініміз айтты ғой. Тағы бір нәрсені айту үшін тағы бөлек бір бағдарлама керек сияқты бұл кісілердің жағдайларын айту үшін. Жақсы жақтарынан көріп. Сондай көп.
Балалардың барлығын білесіз ғой, келіндердің балдардың барлығын білеміз. Бір баласы Абай деген бала, менің бір Нұрбол деген баламен бір класста оқыған. Семьямызбен, отбасымызбен, балдарымыз араласып тұрады, келіндер үйге келіп тұрады. Үйде бір үйімізде мына адам болғасын той болады, қуаныш болады, әртүрлі жағдай нәрселер болып тұрады. Сол кезде келіндер өзіміздің үйдің адамы сияқты бәрі араласып, кәдімгідей жақсы бір қарым-қатынаста балдардың тәрбиелік несі енді көрініп тұрады. Келіндердің барлығы тәрбиелі екені. Қазақта көршіңмен тату бол дейді ғой, иә, сол бекереңіз көрші. Жеңгеміз енді оларды қалай тәрбиелеп жатқанын енді оны өзі біледі. Жаңағы бұрыннан келатқан өздері дейді, дегенмен барлығы да манағы сіз айтқан пенденің басында болатын заттың барлығы. Біреу кішкене реніш қабағын түйіңкірейін шығар, біреу кішкене сәл артықтау күліңкірейін, сол кездің бәрін біреуін көріп, біреуін жаңағы көрмей. Жеңгеміздің енді ол ағамыз дүздің адамы. Былайына ойлап қарағанда. Ол үйдегі шаруаның барлығын реттеп отыратын осы жеңгемізден көрем. Осы үйдің осы берекеті, ұйтқысы болып отырған. Сыртқа ештеңені шығармай, иә? Әдемі қылып. Жақсы, сол жағын осы жеңгемізден деп көп нәрсе болып жатқан сияқты. Барлық көршілерге де қызық болу керек шығар, иә? Сол қалай сол жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңағы қалжыңдап сұрақ қоямыз, қалай бәрін жасап жатсыз деп. Оқтаумен рас па, шашынан сүйрейсіз бе, қалай деп, бәрі тып-тыныш үндемей тып-тыныш жүреді, барлығы тәртіпті болып деп. Керемет аға. Бір көршілердің айтатыны бар. Бізді бастапқы жылдары үшінші келін түсті. Сол кезде біреулер біздің үйді іздеп келген кезде Бабыл Қоңыраштың үйі қайда екен деп сұрамайды екен. 3 келіні бар, қай үй деп сұрайды екен. Сол кезде бәрі көрсетеді екен. Дұрыс. Ондай да нәрселер бар. Барлық жағынан да ол кісілердің жанұясы, отбасы біздерге кәдімгі тәрбиелік мәні бар. Мына көршілерге үлкен жаңа дейді, орысша айтады, позитив таратып отырған кісілер сияқты. Жақсы, керемет. Достарысыздар ғой, иә? Сөз кезегін алсаңыз. Қандай дос бұл кісі? Қандай адами қасиеттері бар жалпы? Бауыржан ағаның өзіңіз? Бауыржан аға дайынсыз ғой. Бауыржанмен мен жұмыс бабында таныстық. Бір 10 жылдың айналасында сияқты да, бәке. 10 жылдың айналасында танысқанбыз. Бір үлкен серіктестіктің басында болдық. Үлкен бір ұзақ мерзімді переговор жүргіздік бір жобаға қатысты. Сол кезде танысқанбыз. Енді ол кезде бәкеңді жақсы танымаймын. Жаңағы жұмыс бабында ол кезде де сондай бір білімді, сауатты, жан-жақты екені көрініп тұрды. Көп сұрақ қоя беретін. Көп сұрақ қояды. Ол сұрақтарына кейбірде жауабын білесің, кейбірде жауабын білмейсің. Жауабын білмесе ертең айтамын дейсің. Сөйтіп жүрдік, бір 2-3 ай жүрдік. Үлкен жобаның басында болдық. Сөйтіп достастық. Сосын жасы үлкен болғасына ағалық қамқоршылығын көрсетеді. Арасында жаңағы аға деп еркелеймін, арасында құрдас деп әзілдеймін, бәрін көтереді, рахмет, сау болсын. Үнемі жаңа достарымыз басын жинап, үйіне жиналамыз, Ақсәуленің сүр етін жеп кетеміз. Енді қарап отырсам, енесінің үйретіп кеткен несі шығар деп ойлаймын. Өте жақсы, жаңағы отбасы деп айтып жатсыз ғой. Мен өзімді қызықтырған затты айтқым келеді. Отбасында үнемі боламыз, қонақта боламыз, бала тәрбиесіне қандай көңіл бөлетінін бәрін көреміз. Мені өзімді қызықтырған, таңғалдырған зат қаншалықты мына балдарына қазақи дәстүрлі тәрбие бергенмен, соған қоса заманауи дамытып жатыр балаларын. Үнемі мына балдарын, қыздарын бармайтын жеріне сабағын оқиды, ағылшынға да барады, онлайнда бірдеме оқып отырады. Мен білмейтін заттарды біледі балдары, қыздары. Соны таңғалатыным сол. Сосын мына жұмыс бабында да орында тұрмайды. Жобалардың бәрінде онлайн бірдеме өткізіп отырады, видео жазып отырады. Соншалықты шаршамайтын кісі жігіт енді. Сосын енді әрқашанда біздің пікіріміз бірге болмайды. Кейбірде пікірлеріміз әртүрлі кезде бір қызу талқылап отырамыз, кейбірде келісеміз, кейбірде келіспейміз бір-бірімізге. Енді сөздің шыны керек, Бауыржан үйренетін затым көп. Сенен де Ақсәуледен де алдында соңғы барған кезде де Ақсәулеге айтып кеттім, мен сенің қасынан бір аптаға келіп жататын шығармын, осы үйрететін заттарың көп екен деп маған. Әсіресе не бала тәрбиесі, әлде тамақты бала тәрбиесінен гөрі мен бәкеңге де айтам, сіз енді өзім енді әйел адам болғасын ба, былай не істеген кетіп, сіз енді әрқайын жүретін әйел адамның арқасында деп ойлаймын. Жаңа орыстар айтқан, тылың жақсы болса сен жүресің деп, жүресің, көресің, дамисың деп. Енді мен өзім Ақсәуле енді өте былай көп
өзінде мақтамайтын шығар деп ойлаймын, но былай қарағанда Ақсәуленің ондай мощный поддержкасы болмаса бәкеңді де енді көп не істе деп ойламаймын. Бәке кешірерсіз сен. Ашық сырласу күні. Молчаливый поддержкасын жасап тұрады, үнемі оны бәріміз де байқаймыз, соны бәрі де жаңа айтқан көп балалы ана деп жатсыз. Ол да енді былай күнделікті өзіне көрінбейтін шығар, жаңа ағымда жүріп жатырғасын осындай, бірақ та енді оны көп адамның қолынан келмейтін өзіңіз де білесіз, өзіңіз де айтып отырсыз қайта-қайта. Сосын бір тағы да айтайын дегенім, бәке, ол кездерде көп адам өйтіп шетелге шығып оқуға шыққан жоқ. Сол кезде, ол кезде достарымыздың ішінде біріншісі бәкең мен Ақсәуле екеуі Ұлыбританияға бір жылға оқуға кетті. Тіл білеміз, білім аламыз деп. Сол кезде таңғалдырғанның несі сол болды. Әлі күнге дейін сол білімге қатысты, дамуға қатысты, сондай именно заманауиға қатысты, бұрынғыдай емес заманауиға қатысты бір орында тұрмайтын білім болса, соған Бауыржан сол жерде табылады. Бауыржан, Ақсәуле, сосын бала-шағалар. Сол керемет. Шынымен де енді жаңа менің де өзі жиі айтатын сөзім, ер азаматтарға арналады ғой енді, бірақ қандай биікке болмасын, ер азамат оның артында шынымен де әйелі тұрады, оның жетістікке жетелеуші, өзі көрінбесе де, бірақ жаңа ер азаматын бірінші жолға қойып, бірақ соның барлығын тілеуін тілеп отыратын бұл әйел азамат, сондықтан да енді күйеуі қандай десек әйеліне бірінші қарау керек, Дұрыс айтасыз, мен қосыламын. Енді бәкеңді өзінің атқарып жатқан жұмысы өте көп. Жаңа осы жерден де естіп жатсыз, көріп жатсыз. Менде де бір арасында жұмысқа қатысты нелеріне, жобаларына қатысам, сонда көрем атқарып жатқан жұмыстарын. Соншалықты ауызбіршіліктері мықты, сол мәңгі болсын деймін, ұзағынан болсын деймін. Жақсы осы отбасыға сәттілік тілеймін. Рахмет. Керемет, сіздерге жаңа қандай екендеріңізді енді жаңа айтып жатырмын, Бауыржан ағаны кәсіпкер ретінде білемін, жаңа отбасында, бірақ жаңа адам ретінде, дос ретінде қандай екен сырларын жігітке жеті өнерде аз дейді ғой, соның барлығын біліп отырмыз. Енді қазір арамызда тағы да өзіңіздің жаңағы ініңіз бар екен, немереңізі, өзіңіз микрофонды алсаңыз. Рахмет, бүгінгі осы хабарға шақырғандарыңызға. Мен мына Бауыржан ағамыздың інісі болып келем. Ар жағымыз енді бір шалдан тараған. Өзіңіз жаңа сөзіңіз айтып жатсыз, әр қырынан Бауыржанды айтып жатырмыз. Бизнес қырынан, достың, ата-анасының қалай балалық шағын, жарының әңгімесін барлығын тыңдап отырмыз. Өзіңізге жақсы сұрақтар қойып отырсыздар. Мен енді үлкен әңгіме бар ғой, мына бай болу міндет емес, бақытты болу міндет емес, азамат болу міндет деген. Сол енді ағамыздың үлкен азаматтығын айтқым келіп отыр. Бұл енді 2016 жылы болатын. Менің бір кішкентайым ауырып, осы жаһандық емі табылмай жатқан аурумен ауырды. Ауылдық жерде тұрамыз, қалаға келдік. Сол дәрігерлер сонда қатерлікпен ауырады деп шықты. Соның ең шарықтау шегінде тұр деді. Ағайындар хабарланып жатыр. Қазір енді ақпарат, телефон бар, желі бар, бәрі соғып жатыр WhatsApp арқылы. Содан енді адам басы таң болып қалады ғой. Адам баласы ауырғаннан кейін өзің бір қара түнек болып, не істеріңді білмей қаласың. Сондай кезде қолтығынан көтеріп, маңдайдан сүйеп, ақыл айтып, жол бастайтын ағам, сондай адам керек болды, шындығында. Енді ондай жаңағыдай аурумен ешкім ауырмаған, біздің жан жағымызда, жалпы елде осы. Білмейміз, шындығында да медицина айналасын білмейміз, шетелге шығып көрмегенбіз. Қасқа обалай, балай деген әңгімелерінде мүсіркеп, жаңағы үлкен кісілер звондайды, ағайындарымыз, тумаластарымыз не істеп жатады. Сондай кезде Баукең үлкен азаматтық жасады. Енді ол өзінің қызмет сатылмайды ғой, дегенмен бауырмалдық, ағалық, азаматтық жасады. Мен соған қарыздармын, борыштармын. Сол ең бірінші шыққан уақытта жаңағы біздің дәрігеріміз Астанада нейрохирургия центр Ақшолақовқа қорытындысын жіберді. Ақшолақовтан келді қорытынды. Сол кезде мені шақырып алды, врачтар отырды, сосын осылай түсіндірді. Енді бұрыннан білмегенсіздер, кешіп қалғансыздар, осылай өсіп кеткен. Бұл Ақшолақов деген осы біздің ТМД бойынша
мықты нейрохирург, ол уже отказ берсе, біз ештеңе істей алмаймыз деді. Оған мына не болды? Бәріміз жаңа Ақшолаққа сеніп отырдық қой негізі, енді Ақшолақ мықты деп. Сосын Баукен келіп күнде хабарласады, больницаға күнде келеді. Таңертең келіп сұрап, врачтармен сөйлесіп, сөйтіп жүреді. Сосын өзінің жұмысы бар, жаңағы айтқан бизнестері бар. Сол қарап отпай түнімен сайттарға кіріп іздейді екен. Сосын таңертең жетіп кетті, Қалижан қайдасың? Сосын больницадан, күнде больницадамыз ғой, келді. Сосын Кореядан сөйлесіп жатырмын. Неше жаста сонда балаңыз? 1,5 жаста. Кореядан сөйлесіп жатырмыз. Осылай. Ертең керек ақшасын Корея өзі толық жібереді деді. Осы айтты. Өзі хабарласып едім, біз көп білмейміз. Жақсы, үміт күтіп сөйтіп отырдық. Енді ол Кореядан келесі күні келді. Ол үлкен біздің түсімізге кірмеген сома келді. Енді қайтеміз, онымен сосын жаңағы ақпарат жағы WhatsApp-пен адамдар осы біздің Маңғыстау телеарнасына да рахмет, осы көмектесіп, көрсетіп, айтып, қарындасым бар, Лаура деген. Соғыстан шығып, халықтан көмек сұрадық. WhatsApp-тармен соның бәрін Баукен дайындады. Менің баланың суретін салу, жазу, сондайларға күшті да, енді біздер білмейміз ғой. Сіздер үміт жоқ деп барлығын ұйымдастырып, халыққа жылдам тарап, мен өнерпаздар, осы мәдениет қызметкерлері, мен қатар жолдастарым, достарым, барлығы қаражат жинап, кәсіпкерлер танысы бар, танымайтыны бар, естігені бар, естімегені бар, елден барлығы. Соны сөйтіп кеттік. 2 апта өмірі бар деді ғой, маған шақырып алып. Жылдамдадың 2 апта өмірі бар. Сосын отаны кім жасау керек болды сонда? Корея жасау керек болды. Ол ақша жеткізбейтін болды, шындаған әңгімеде 2 аптада жеткізбейтін болды. Онда да қарап отпайтын болды тұр. Онда да жаңа Корея қымбат болса, басқа елдермен тағы да сөйлесіп, бір күні тағы келеді таңертең. Басты күнде келеді, таңертең келеді. Осы Қалижан мен таптым деді, қуанып кетті, балбұл жанып. Мәскеуде бурденг жасайды екен деді. Сөйлестім, бурденгімен осындай арзанға шығып тұр деді. Анадан сәл арзан да енді. Қанша ақша жиналды? Әлі жетпейді, осындай деді. Не істейміз, кете береміз бе деді. Ақша артынан келе берер. Енді уақыт аяқ қалды. Жақсы, кете берек енді, ақша түсер, көбейер деп. Соған бардық, ұшып кеттік, барып, біз енді жаңағы ауылдан келген, былай жаңа қазақша жақсы сөйлегенмен, орысша бізде жоқ қой, былай жаңа магазиннен нан сатып алғанымыз болмаса, оны 1-2 ауыз орыстың жеріне барып орысша сөйлеу, оның ішінде жаңа медицина тілі бар, өзің кәдімгі ішінің өзің сөйлесте біліп, ондайға тіліме жетпейтін болса, Баукең айтты, мен сен біз көш бастап жүр, біз өзің басты осы аяқтайық бірге деп. Жақсы, жаңа 4-5 бизнесім бар деп айтып отыр, шаруасының қандай екенін айтып отыр. Соның барлығын тастап, маған еріп, мені алып жүрді, ұшып кеттік. Сол бардық, барғаннан кейін сөйлестік. Мен Баукең қасына еріп, мен ере алмай қалдым. Шында бала менікі болғанмен, кейде шаршап қошып Баук, үйге қайтайық. Түнгі 2-3. Сіз күдер үзіп отырсыз ғой, енді болмайтын шығар деп, Жоқ, енді үміт бар ғой, Алладан үміт халық тілеп отыр. Алланың, бірінші Алланың, екінші халықтың несімен қазір енді шауып жүр ғой. Бірақ жаңағы бурденг деген үлкен не ғой, соның ішінде жүргенде, врачтармен сөйлескенде, бір врачты таңғы 10-нан түнгі 2-ге дейін бекен есігінің алдында күттік қой. Науыттық алдында мен осындай креслода біресе былай қисаям, біресе былай қисаям, ұйықтаймын. Ішіндегі орыстар жаңа жуып тазалайтындар ұйықтау болмайды деп келіп кетеді маған. Тұрып отыр дейді. Соған науыттығымен отырып, мен сосын Баукең айттым, құрс үйге ертең келеміз, бурденгке. Жоқ, бір күннің тапсырмасын бір күн бітіру керек дейді. Бүгін міне шықты қой, сол жұмыс қылып, соны бүгін түн. Соны 2-де сол врачты ұстап, сөйлесіп,
соны үлкен операция жасадық. Халыққа сау болсын, Алла разы болсын. Енді барлығын тілеуін тілеп, барлығына күнде дұғамызға болсын. Кәсіпкерлер ағайынға қазақ тілін жақсы ғой. Оның ішінде біз Маңғыстау елі, өзіміздің мына Ақшымырау, Қызан, барлығы әйтеуір таниды бар, танымайды бар. Қазір нешеде сонда қызыңыз бар, қызы? 6-ға шығады ертең 30-да. Барлығы көмектесіп, сол операция жасалып, бітіп, ең соңында жасаған адамға жаңағы ақша төлейтін уақытты сол әйтеуір ақшамыз келді ғой, жетті. Соны төлеп, уфтеп, барлығы Алланың қалауымен оған жақсы ағамызды жолықтырды маған. Мен енді 2015-тен бастап танимын ағамызды. Сол кезде біз мына Маңғыстау барлығы тұрғылықты адайларымыз ғой енді. Сол адайдың ішінде біз Кенже Жеменей руынанбыз. Соның ішінде енді қазіргі заманда белгілі, өзіңіз көріп отырсыздар, көрсет, жиналады, аталарының басын жаңағы қорымдарды қоршайды, болмаса жаңағы аталардан қалған құдықтарды, бейіттерін, молаларын жөндейді, ас беріледі. Сондай жағдайға байланысты біздерде өзіміз Кенже руынан жаңағы осы группа дейміз, чат дейміз, сондай барымыз. Соның ішінде осы Баукен осы көшбасшысы қолынан іс келеді, өзінің бизнесін былай қойғанда, өзінің сол бизнесімен жүгіріп жүреді. Кейде сол чатқа жігіттермен жерде бір жаңағы біреулер келіп өткізеді ғой жаңағы бизнес туралы тегін. Соған қатысып отырады, мастер-класс. Соған келің. Не деген энергия, е? Сол не деген энергия? Сол жаңағы Ақшымырауда ма, өзінде ма бір Кенжеден кісі қайтты десе, болмаса жаңа жиналып жатырық, я болмаса бүйтіп жатырық, біз жаңа кездесіп жатырық, келіңіз Бауке, сіз көмегіңіз керек, келеді. Сол жерде бәрін түсіндіріп айтамыз, келісіп кетеміз. Сол түнімен мана қағаздарын жасап тастайды ғой, түгел қағаздарын хабарландыруын, ертең қалай болатын, үйлердің қалай тігілетіні, мысалы енді қай жерде қай зат тұрады. Фантазиясы да керемеді, ол кісінің өзін. Аздап біздерден енді мені жас үлкен болса да, бір менің тәрбие алатын жеріміз енді біздер ауылда адайлар кішкене не дейміз ғой, жаңағы дөрекілеу дейміз ғой. Маған осы күнге дейін Қосқалижан деп келді да, мен соған. Қосқалижан, амансыздар ма? деп өзінен бір күшті адам болса, кішіпейілдікпен да. Жаңа айтып жатыр ғой енді, күш қайрат жетерлік, үйде қыз болған жоқ деп отыр жеңгеміз. Қыз мінезді дейді ғой енді адамдар, жақсы адамдар қыз мінезді деп атады. Сонда қыз мінезді ағамыз сол барлықтың басы ағасында жүрді, көмектесті. Азаматты дейтін, ол жігіттің жігіті бар, азаматы бір бөлек, жүйріктің жүйрігі бар, қазанаты бір бөлек деген. Соны ағамыздың азаматты өте үлкен рөл атқарды. Мен сол кезде шын риза болғаннан, ауылға енді бізге бір апта қасымызда жүрді, жұмыс бар ғой енді әркімнің. Енді жаңағы Құдай сақтасын, аурудың бетін қайтардық, операция оңды болып, кейін қайтып кетті. Кейін қайтып кеткенде мен сосын айттым Баукен, мен 78 жылғы ағам берді өмірден өткен. Маған аға тап болды деймін да. Дұрыс, аға тап болды. Мен ағамсың. Алла тағала өзі кездестірді деп та. Сонда енді ағамыз жақсы араласып, семьямызбен араласамыз. Күнде сұрап тұрады. Біз енді мен соқпасам да Қосқалижан деп маған сұрап, Айзере қалай деп, мен қызым Айзере. Сөйтіп сұрап тұрады. Міндет WhatsApp-пен де жазып жіберіп жатады. Міндет айтып сұрап, соң жағдайын сұрап тұрады. Біздер жаңа өзіміз звондап, Бауке, үйіңіз қалай деп сұрамаймыз ғой мысалы. Сондай тиянақты. Ел кезеге сондай жанашыр тұрады. Бауырмалдық та бар ғой, бұл кісі сондай бір ерекше. Жаңа енді айтып отырсыз ғой, тіпті біз бір күдер үзіп жатқан, үміт үзген сәтте де бір қоймай, соның соңына түсіп. Қоймай, соңына түсті, соңына түсіп, қоймай, еңбек етті. Кереметті естелік шынымен де сіздің бұл қырыңызды да білдік. Енді арамызда жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл кісінің енді көптеген орында тұрмайды, қуат көзі жетеді бір өзіне ғана емес, жанындағыларына да жетіп жатыр. Барлығына да үлгереді, барлығына да жетеді. Жүрісі де, жүргенде де жылдам жүреді.
үзеңгілес жолдастары отыр екен сіз өзіңіз енді іскер ғой бұл кісі. Оған енді сөз жоқ. Рахмет. Бауыржан туралы жақсы әңгімелер айтып жатыр. Ол енді бәріміз куәміз оған. Барлық жақсылық нышандары бойында бар азамат. Тіл көзден сақтасын дегіміз келеді. Энергияға да толы. Жалпы енді біздің танысқанымызға 3 жылдай уақыт болды, бірақ бір-бірімізді 30 жылдан астам уақыт білетін дейміз. Үлгілі отбасының иесі, үлкенге іні бола білетін, кішкентайларға аға бола білетін, дос жарандарға сенімді әрі дос бола білетін азамат. Мен өзім енді университетте жұмыс жасаймын. Біз жалғыз білім ғана беріп қана қоймай, бір жаңа жобаны бастағанбыз. Яғни жас балдарға, студенттерімізге кәсіпкерлік жағынан да үйрету керек болды. Содан енді ментор дейміз ғой, енді біз жалғыз кәсіпкерге бейім, сонымен қатар оларға тәлім тәрбие бере алатын мамандарды бірге алып жүре алатындай мамандар іздеп бастадық. Сонда қоғамда өзінің орны бар азамат деп Баукеңді бізбен таныстырды. Содан бері міне барлық біздің жобамызды бірге жүзеге асырып келе жатырмыз. Бауыржан енді кәсіпкер болғанмен ерекше кәсіпкер. Себебі Бауыржан секілді кәсіпкер жоқтың қасы деп айтсақ болады. Себебі бұл өзінің құпияларымен, сырларымен, жастармен басқаларға бере алады. Мысалы, көп кәсіпкер ол енді өзінің құпиясын бөліспеу мүмкін. Қалай дамып жатыр, коммерциялық құпия деген болуы мүмкін. Ал бірақ Бауыржан ол мына біздің жастарымызға, өзімізге, өзінің қыр-сырымен қалай оны дамыта білу керек, қалай түбінде сол нәтижеге жету керек екенін дөп айтатын. Тіпті естігім келмейді, тыңдағым келмейді деген адамның өзін тоқтатып алып, мойнына қият дейсіз ғой. Енді Бауыржан өзі жаңағы айтып отыр ғой, папасы да мамасы да орысша да біледі, 3 тілді де еркін меңгерген азамат. Бізде жаңағы жобамызда бірнеше шетел азаматтар болатын. Сонда жаңағы азаматтармен еркін тілде сөйлесіп кете беретін. Студенттерімізде осы Бауыржан ағамызды таңдаймыз, Бауыржан ағамызға менторлыққа жазыламыз деп біз үлкен университетте кәсіпкерлік орталығын ашқан болатымыз. Сол кәсіпкерлік орталықта Бәкең бізге келіп үлкен студенттерге дәріс оқиды. Сол кезде барлық студенттер мына кәсіппен айналысам дейтін, қызыға қарайтын. Яғни ол деген сөз, ол бір жағынан жай ғана өзінің міндетін ғана ермек айтты екен деп кету емес. Ол өзінің жан дүниесімен беріліп, сол балдарды болашақта адам болсын, дұрыс кәсіпкер болсын, осы Маңғыстаудың өңіріне дамуына бір септігін тигізсін деген ниетпен өзінің тәжірибесімен бөліседі. Яғни жаңа ағамыз айтып жатыр ғой, жаңағы адамның жаңа азаматтығын айтып, өте барлық жақсылықтың нышандары мойнында бар. Керемет. Шынымен де жаңа есіме түсіп отыр. Айттық қой, енді біздің Маңғыстау каналы ұйымдастырған стартап Маңғыстауда да бұл кісі менторлық жетекшілік етеді. Жаңа комиссия дейміз, соның құрамында бар. Сонда шынымен де тыңдағым келмейді, естігім келмейді деген адамның өзін тоқтатып алып, сенің қолынан келеді, сен осыны баста деп бір қазірдің өзінде соған үміттеніп, қанаттанып, өзінің кәсібін жайлап біртіндеп бастап жатқан біздің арамызда жаңа қатысушыларымыз да бар. Сол айтып отырмын ғой, жаңа енді жастарымызға үлгі болатындай үлкен азамат. Жас әр уақытта да өзінің ақыл кеңесін береді. Біздің кез келген іс-шараларымызды тастамайды, энергияға толы. Біз үлкен бір жоба бастағанбыз жақында. Университеттегі таңғы ас деген. Сағат 8-де басталады таңертең. Яғни ол жерде біздің мақсат кәсіпкерлерді жинап, осы Маңғыстаудың өңірін дамытуға бір еркін форматта жоба болған. Сол енді кәсіпкерлерге звондаймыз, таңғы сағат 8-де келу керек. Университет кәсіп жаңағы таңғы асты өзіміз ұйымдастырамыз дейміз ғой. Көбісі ұйқыларын қимайды ғой, енді көрейік енді қалай болады деп. Бәкең бір ауыз сөз жоқ, жақсы келемін деді. Келді, таңертең 7:45-те университеттің алдында ерекемен келдім. Сонда айтатын ғой, бүгін бір жеңгеңнің жаңағы завтрагын, таңғы асын жеңілдеттің деп. Сөйтіп университеттен бірге таңғы ас ішеміз 2 аптада бір рет. Сондай жобаларда бірге қалмайды. Ерінбейді, шынымен де энергия көп, сізде энергия қайдан аласыз?
түнімен күнімен жаңа айтып жатыр, тіпті ноутбукты ұсталып алып, түнде адам ұйықтап жатса да ұйықтамай, соны жұмыс істеп жатасыз, иә? Иә. Бір кәсіпке жөнінде тағы бір түртіп айтып кетейін. 90-шы жылдар қиын жылдар болды. 90 ағаларымыз біледі, әкем жұмыс жасайды, жылдап айлық бермейді, жалақы бермейді. 93 жылдары тіпті азық-түлік таршылық болды. Бір маған жүрегіме қатты батқаны, 4 баламыз ғой, 4 баламыз отырғанда анамыз көзіне жас келіп, дастархан толтыра алмаған жасын көрдім. Құр макарон, құр бір нан болды. Ол да макарон, суға піскен макарон. Маған сол өте қатты батты. Uncle Bell's деген сондай макарон, Сұлтан, әлі есінде Иранның макарондары болды. Сол кез сізге қатты жаныңыз ғой? Қатты батты. Қатты батты. Студентпін, 96 жылдар ма, 97 жылдар ма. Сол кезде Алматыда оқимын, әке-шешем барын тауып маған жібереді. Демалыс күндерге келген кезде ойланатын, қалай ақша табуға болады, қалай. Сол кезде қалада ең бірінші ол бастаған мына автотұрақтар бар ғой, автосайын. Микрорайонның ішінде кармашкалар болады ғой. Сол ең бірінші бастағандардың бірі біз болдық. Жаңыз өзім көршінің машинасын түнімен күзеттім. Бір машина болды, содан басталды. Сол кезде ставка 50 теңге. Сол көрші Дағыстандық өте қатты сыйлады, 100 теңге тастап кетті. Маған сол 100 теңге $100 болып көрінді. Машиналар көбейіп бастады. Жаз бойы сол машиналарды қарап отырамыз. Ол кезде жаңағындай, сол кездің тілімен айтқан гоп-стоп дейтіндер көп болды. Сол машиналарды біз қорғап отырдық. Інілеріммен, кей кезде әкем шығады, анам да шығады, сол сменде, түнде. Сол мен Алматыға оқуға кетіп қалған кезде інілерім жалғастырып кетті. Сол 2-3 жыл жұмыс жасады сол автотұрақ. Солай да ақша табуға болады. Негізі ақша табам деген ниет болса, табыла береді де, алдында жол көрсетіле береді. Мен ойлаймын, сол өзімнің өмірлік Ермекінің айтып отыр ғой. Құпия. Бір тренингтерде айтады. Сендер неге өз кәсіпкерлерге айтады? Бір тренер айтады. Өз кәсібіңіздегі құпияларды айта беріңіз дейді. Неге қорқасыз ол құпияны айтуға? Себебі ол құпияны, ол кәсіпті екінші рет жұмыс жасай алатын ма? Ана кісілер тыңдап отырыңыз, жасай алмай ма? Ол үлкен сұрақ. Ал сіз оған жеттіңіз, сіз оны жақсартып бастайсыз. Сізге артыңыздан қуып жету қиын. Сол үшін қорқпай айта беріңіз. Міне, сол Голландияға қауру дедікті, мына қағида бар, үйде алған тәрбиемізді, солардың барлығы, мен ойлаймын, ғимараттың фундаменті ретінде ол престеліп тұр. Құйыла береді, иә. Престеліп кәдімгі сықи тұр, оны бұзу қиын. Мүмкін сөз байлығымыз сахнаға шығып, я болмаса телевидениеға шығып, мықты-мықты ағаларымыз бар ғой Қазақстанда. Солар сияқты күшті сөйлей алмайтын шығармыз, тіл байлықтарымыз жетпейтін шығар. Бірақ кішкене болса да тәжірибемізбен университеттегі, колледждегі жастармен бөлісуге дайынбыз. Сұрап отырсыз ғой, энергия қаяқта бар. Мен ойлаймын, ол бәсекелестік. Бір, сен әрқашан алда болуың керексің. Сен жасамасаң, басқа біреу жасап кетуі мүмкін, иә, сондықтан да. Кәсібімде. Екінші, мен ойлаймын, баяғыда кішкентай кезімізде, естеріңізде бола ма, бұл тышқан болады, я болмаса машина болады, механический завод деген болады. Заводтайсыз, қоясыз, өзі кетеді. Сол ойлаймын, сол жас студент кезімізде, я болмаса балалық шағымызда, сол завод қатты бұралғандықтан, әке-шешеміздің бұралған, солмен үрдіспен кетіп баратырмыз. Әлде де қайрап жүретін, бұрап жүретін кез керек болып тұратын шығар? Әлде қазір бойыңыз үйреніп алды ма оған? Мен ойлаймын, үйреніп алды, бірақ әкемнің бір айтатын сөзі бар. 30-да қамал алмаған,
40-та қалай 30-да орда бұзбаған 40-та қамал алмайды дейді. Қамал алмайды деген да. Қамал алмай қалам деп қорқып тұрсыңыз. Сол 40-тан кеттік қой енді. Сол азғантай ойландырады. Бірақ жігер алып талай қамалдарды алғымыз келеді. Амин. Алуға жазсын. Сіздің береріңіз көп, артыңыздан еріп келе жатқан іні қарындастарыңызға аларыңыз да көп болсын. Енді арамызда Жансұлу қызыңыз бар екен, бір екі ауыз сөз берейік, содан кейін бізде хабарымызды тамамдайық. Ал Жансұлу, микрофон бере қойыңыз. Жансұлу, әкеңіз туралы бір екі ауыз сөз айтыңыз. Сізде қазір жас блогершылардың бірісіз ғой. Сіз менен сұхбат алып кететін шығарсыз. Жалпы әкең сені жаңағыдай көп шығарады осылай адамдардың алдына, қоғамның алдына деген сияқты жаңағыдай өзіңізді дамытуға көп үлесін қосады. Көптеген жұлдыздар дейміз ғой, солардан сұхбат алыпсың. Бұл өзіңнің қалауың ба, әлде әкеңнің қызығушылығын жасағың келіп тұра ма? Жоқ, ол өзімнің қалауым болады. Мен деген негізі деген осы бастаған кезде менің өзімнің қызығушылығым болды. Өзім камераны Жансұлу алауан. Қазір болды, осымен тамамдаймыз. Жансұлу сөйлеп болсын содан. Ал айта қой, айта сөйлей бер. Мен деген өзім кішкентай кезінен бастап камераға жарқын адам болғандықтан мен әкемнің қалауынан да өзім қалауым бойынша әкемнің кеңестері бойынша әкем өзі жарқын, жақсы андай камераға өзі публичный дейді ғой, сондай адам. Менде де соның артынан еріп келетін, сондай ол өсіп келатқандықтан сондаймын. Арманың қандай? Менің арманым ағылшын тілін меңгеріп, әлемдік деңгейдегі маман болу. Бірақ қазір өзім қандай маман болатын әлі шешкен жоқпын. Бір-екі ұсыныстарым бар, бірақ әлі нақты шешкен жоқпын. Жалпы енді жаңа айтып жатыр ғой, сіздерді тіпті демалысқа да уақыт жоқ сияқты, тілді да оқисыздар, басқа да айналысатын шаруаларыңыз көп. Жалпы шаршамайсың ба? Немен жалпы айналысасың? Күнің қандай сенің күн тәртібің? Мен деген шаршамаймын. Мен көп заттармен айналысам, вокал, джиу-джитсу, күреспен айналысам, фортепианомен айналысам. Мен одан шабыт алам, рахаттанам сол істеріме істеймін, махаббатпен істеймін, шаршамаймын, энергия алам олармен. Сабақ қалай оқисың? Оқуда қалай? Сабақ енді күшті деп айта алмаймын. Орташа. Сабақтан көрі жаңағыдай шығармашылықтан, өнерден ләззат аласың, Мен өзім сондай заттарға жақсы көрем. Керемет. Жалпы енді жаңа сөзімізді қазір аяқтамас бұрын бала тәрбиесі жөніндік бір-екі ауыз сөз енді айтып жатыр ғой, жаңа жолдастарыңызды, дос қыздарыңызды айтты, балаларына тіпті күнтізбесі енді керемет, анда да барады, мында да қатысады деп. Бұл енді заманға сай содай болу керек деп ойлайсыз ба балалардың? Кейбір айтып жатады, енді шаршатуға да болмайды көп балаларды деп. Біз тұлпарды қалай жаратса, солай шабады бәйгеде. Өзіңіз білесіз, өмір ол бәйге, ол жарыс. Сол бәйгеге дайындап отырған жайымыз бар. Бір өзіміз жалпы қазақи тәрбиедегі дәстүрлі жанұя деп білем. Жаңағыда Дина да айтып кетті ғой. Заманауи үрдістерге де хабар бар деп. Шынымен де біз Ұлыбританияда оқыдық, түрлі шетелде де оқу тәлім алдық. Мен ойлаймын, сол білімімізді балдарымызға көрсетуіміз керекпіз. Ары қарай өздері біледі. Бір Ресейдің менің жоба басшым болды. Мен үлкен бір корпорацияда жұмыс жасағам, консалтинг, европалық.
соның Мәскеудегі штабтың басшысы біздің Ақтауға бір үлкен қоғамдық әлеуметтік жобамен келген кезде біздің үйде қонақта болған. Біз қазақ енді етіміз асамыз, үйде ақсәуле орамалды, қазақи киімде әрқашан сөйтіп жүреді. Сол бәрін байқап отырып, бір айтқан сөзі бар. Ол кісінің, Оля деген кісі, орысшалап айтты, тілек берген кезде, мен таң қаламын дейді, қазақтарға дейді. Бауыржан, сізді көре тұра, сіз дәстүрлі жанұядан шықтыңыз, мына заманауи современный дейміз ғой, сол екеуін қосып үндестікпен қалай өмір сүріп жатсыз? Менің ұштастық, менің миыма сол қонбайды. Мен Москвада жүріп, осын я болмаса дәстүрлі жүреді дейді, я болмаса заманауимен жүреді. А сіздер қалай соның бәрін ұштастырып жүрсіз? Мен соған таңым бар. Не забывая старое, живя сейчас, смотря на будущее. Мен ойлаймын, біздің жастар, қазағымыз, егер сол бәрін ұштастыра білетін болса, ол адаспайды ешқашанда. Ертең кешегісін дамытпау керек, бүгінгісіне риза болып, болашаққа да қарау керек дейсіз ғой. Жақсы, керемет, өте біраз жаңа айтып жатырмыз ғой, біраз қырларыңызды таныдық. Шынымен де жігітке жеті өнерді әз, бұрынғы сал-серілерде шынымен де осындай болған шығар. Алар қамалыңыз, асуларыңыз көп болсын дейміз. Сізге табыс тілейміз, ешқашанда шаршамаңыз, өзіңіз айтпақшы қуатыңыз көбейе берсін. Жан-жарыңыз, ата-аналарыңыз, туғандарыңыз аман болсын сіздерге. Рахмет. Рахмет балам, біз саған ризамыз, Ақсәуле. Інілеріңе қамқоршысың. Әрі де өзің сияқты бауырың жақсы. Қамқоршы болып жүре бер жаным. Әрі бала шағаның алдынан шықсын жақсылықтың бәрі. Әмин, керемет. Анасының разылығын алған баланың әрқашан жолы болады дейді ғой. Керемет. Неге жазбадың? Так, айта қойшы, апай күшті айтып еді. Ал, қане айтшы. Ал, бауыржаным, жаным. Қан. Ал Баукенжан, бауыржаным, енді Ақсәуле, көп-көп рахмет жандарым сендерге. Осындай жетістікке жетіп, қызым саған рахмет. Бәріміздің басымызды қосып шақырып, Баукенжаным үлкен қолдау көрсетіп атқаныңызға, барлығыңызға. Інілеріңнің қамқоршысың ғой, ол кішкентай күннен. Соң қамқоршылығың жасай берің дегім келеді. Бәр жақсылық, бәр бауырмалдық, танылмалдық. Алдыңнан шықсын, балдарыңнан көр. Әмин. Үлкен өрістерге жете бер жан. Әмин. Ал, сау болыңдар. Керемет, қымбатты телекөрермендер, бүгінгі хабарымызда тағы да бір бақытты отбасының бақытты болу формуласымен бөлістік. Сіздер де әрбір қазақтың шаңырағы бақытты отбасы болуға лайық. Ендеше бақытты отбасы болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау жүріңіздер. Рахмет.